Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен небәрі 3 сәттен ғана жасалатын өте дәмді, жұмсақ болып шығатын рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз. Ыдыстарымыз құрғақ болу өте маңызды. Сарысын бөлек, ағын бөлек ыдысқа саламыз. Жұмыртқаның ағына кішкене ғана тұз саламыз. Жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Миксеріміз де құрғақ болу маңызды. Сосын шекерімізді аз-аздан сала отырып миксерлейміз. Қою болғанша миксерлеуіміз қажет, кемінде 10-15 минуттай уақытым кетті. Осындай қою болу керек. Енді жұмыртқаның сарысын миксерлейміз. Кішкене шекер қосып, ағарғанша миксерлеп шығамыз. Осындай ақшыл түске ену керек. Сосын 3 ас қасықтай бөлме температурасындағы су қосамыз. Жұмыртқасын сарысын ақ жұмыртқалы массамызға қосып, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Төменнен жоғары қарай араластыруымыз қажет. Осындай масса болып шықты. Енді електен өтілген ұнымызға жарты шай қасық разрыхитель салып, екеуін араластырып, жұмыртқалы массамызға саламыз. Төменнен жоғары қарай жаймен араластырамыз. Массамыз не қою, не сұйық болып қалмауы қажет. Орташа болу керек. Массамыз осындай болып шықты. Енді ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, массамызды құямыз. Барлығын тегістеп шығамыз. Мендегі пергамент қағазы Покландікі. Өте тез алынады, жабыспайды. Сол үшін сіздерге де Покланд фирмасындағы пергамент қағазын қолдануға кеңес беремін. Осындай таяқшамен арасы піскен піспегенін көреміз. Арасын осылай пышақпен кесіп босатып аламыз. Шет-шетін. Осындай жұмсақ, нәзік болып шықты. Енді қамырымызды аударып, қағазды аламыз. Таза сүлгімен осылай видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Ыстық күйінше орауымыз қажет. Суығанша дәл осылай орап қойып қоямыз. Суығаннан кейін сүлгімізді алып, арасына кез келген начинка қолдансаңыздар болады.
Мен смородинаның вареньесін қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қол жасасаңыздар болады. Жақсылап қысып орап шықтым. Және де бетіне сахарная пудра сеуіп шықтым. Сіздер бетін кез келген затпен әсемдесеңіздер болады. Осымен рулетіміз дайын болып шықты. Өте жұмсақ, нәзік әрі тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда тағы да пайдалы видеолар болады. Міндетті түрде күтіңіздер.